Баршаңызға қайырлы күн, достар. Бүгін сіздермен осындай малинадан және клубникадан жасалатын дәруменге толы коктейльдің рецептісімен бөліскім келеді. Ол үшін бізге малина, клубника, сүт, қант және балмұздақ қажет болады. Алдымен клубникамызды арнайы ыдысқа салып, үстіне сәл ғана қант сеуіп, жақсылап тұрып блендермен еземіз. Жақсылап езілгеннен кейін үстіне бір бокал сүт құямыз және оның артынша балмұздағымызды салып, қайтадан блендермен жақсылап тұрып араластырамыз. Міне достар, біздің бірінші құлпынайдан жасалған коктейліміз дайын болды. Келесі кезекте малинадан жасалған коктейльдің түрін бөлісетін боламын. Бұл жолы да тура құлпынайлы коктейлді дайындағандай дайындайтын боламыз. Міне достар, біздің екі түрлі коктейліміз дайын болды. Егер де менің видеом ұнаса, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.